Саламатсыздар ма оқушылар? Бейнеу ауданы Торыш ауылы Тұрыш мектеп балабақша кешені коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі Пулатова Гүлмира Ермекқызы. Бүгін қазақ тілі сабағы тақырып мәңгілік ел мұраты бөлімі бойынша мәңгілік ел тәуелсіз Қазақстан тақырыбын бастаймыз. Мәңгілік ел дегеніміз не? Ол туралы не білесің? Мәңгілік ел жалпыұлттық идеясының маңызы қандай? Осы сұрақтарға жауап берейік. Мәңгілік ел дегеніміз не? Ол туралы не білесің? Елбасымыздың біздің бір ғана отанымыз тәуелсіз Қазақстан. Біз болашаққа көз тігіп, тәуелсіз елімізді мәңгілік ел етуді мұрат қылдық. Осы идеяны әрқайсымыз сезініп, өмірлік сабақ ретінде түйсек, осы жолда бар әлеуетімізді салсақ, 2050 жылы мұрат еткен мәңгілік елге жететінімізге сенімдімін. Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бағытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де мәңгілік ел деген сөздермен толыға түседі. Мәңгілік ел ата-бабаларымыздың сан мыңдаған жылдан бергі асыл арманы. Ол арман әлем елдерімен терезесі тең болып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Мәңгілік ел жалпыұлттық идеясының маңызы қандай? Президенттің 2014 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқына жолдауында мәңгілік ел бұл бүкіл қазақстандықтарды біріктіретін жалпыұлттық құндылықтар және еліміздің болашағының іргетасын құрайды деп жазылған. Мәңгілік ел ұлттық идеясының 7 басты құндылығы. Бірінші, Қазақстанның тәуелсіздігі және астана. Екінші, қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Үшінші, зайырлы қоғам және жоғары руханият. Төртінші, индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсім. Бесінші, жалпыға ортақ еңбек қоғамы. Алтыншы, тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы. Жетінші, еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және бүкіл әлемдік өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы. 2016 жылы 26 сәуірде Қазақстан Халқы Ассамблеясының тәуелсіздік, келісім, болашағы біртұтас ұлт атты 24 сессиясында мәңгілік ел патриоттық актісі қабылданды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мәңгілік ел патриоттық актісі бұл қазақстандықтардың бір тектігі мен бірлігінің ауқымды да бірегей генетикалық бағдарламасы деп атап көрсетті. 2018 жылы президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауы мен ұлы даланың 7 қыры атты мақаласы шықты. Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырақтың ұлттық идеясы, әрі бабаларымыздың асыл арманын, аманатын жүзеге асыру. Яғни мәңгілік ел болу, шектеусіз ғұмыры бар, тәуелсіз, тұғыры биік, ғылым білімі дамыған, бірлігі жарасқан қабілетті ел болу үшін болашақ ұрпағымыз осы негіздегі мықты идеологияны бойына сіңіруі қажет. Жақсы балалар, бейнефильмді тыңдап болдық, енді келесі сұрақтарға жауап береміз. Бейнефильмнен қандай негізгі мәлімет алдыңыздар? Екінші сұрақ, қандай сұрақтар туындады? Үшінші сұрақ, бейнефильмдегі қандай жағдай сізге қатты әсер етті? Яғни осы 3 сұраққа жазбаша жауап бересіздер. Енді оқулықпен жұмыс. Бірінші тапсырма. Хронологиялық реттілікті тап. Бірінші, Қазақстан Халқы Ассамблеясының тәуелсіздік, келісім, болашағы біртұтас ұлт 24 сессиясында мәңгілік ел патриоттық актісі қабылданды.
Екінші, Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқына жолдауы шықты. Үшінші, Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты Қазақстан халқына жолдауы жарияланды. Яғни оқушылар, сіздер әр тапсырманы орындағаннан кейін мен сіздерді бағалап отырамын. Бүгінгі сабақты бағалау тақия, домбыра және қамшы суреттермен бағалайтын боламын. Яғни тапсырманы өте жақсы орындасаңыздар тақия, жақсы орындасаңыздар домбыра, ал орташа деңгейде орындасаңыздар онда қамшы суретімен бағалайтын боламын. Келесі екінші тапсырма кластер әдісі арқылы орындаймыз. Яғни мәңгілік ел деген ұғымды қалай түсінесіздер? Не түсіндіңіздер осы сабақта? Соны кластерге жазамыз. Жақсы балалар, бүгін сабағымызға кері байланыс жасаймыз. Кері байланысты білім қоржыны әдісін жасайсыздар. Бірінші, қызыл түс өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды. Көк түс, мен сабақты жақсы түсіндім. Ал сары түс, сары қоржын, тақырып бойынша әлде ізденуі керек. Яғни сіздер бүгінгі сабақты қалай түсіндіңіздер, не алдыңыздар? Сабаққа қатысты ойларыңызды осы әртүрлі қоржындар арқылы білдіретін боласыздар. Жақсы балалар, сабақ ұнады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.